Мысал үшін су, иә? Барлығымыз білеміз, суды 2 литр ішу керек екенін, иә? Кемі 2 литр ішу керек, біздің ағзамыз көбіне 1/3 бөлігі судан тұрады. Ағзамызға судың керек екенін, бұл су керісінше біздің ағзамызға өте үлкен көмек екенін білеміз, айтылып жатыр. Қандай жаңағыдай детоксқа болмаса арықтауға не айтасыз, сауатты тамақтануға, запорға бір нәрсе айтыңызшы деп сұрап жатады ғой. Просто суды дұрыстап ішіңіз. Күніне 2 литр су ішіңіз, жылы су. Таңертең сумен бастаңыз. Элементарный нәрсе да, просто күніне 2 литр суды ішудің қалай соны дұрыс ішуге болады? Енді бұны қалай дұрыс ішемін, қалай бұны өміріме енгізем, бұны привычка қылып. Деп элементарный осы су ішуді әдетке айналдыратын болсақ, ол бізге өте үлкен көмек етеді, ағзамызға да көмек етеді. Бірақ бұл до такой степени бар ғой, құнсыз мағлұматқа айналып кетті да. Ана жерге барсаң да су іш деп айтады. Ананы ашсаң да, ютубты ашсаң да, инстаграмды ашсаң да, кімнен сұрасаң да бәрі су іш деп, анау да, мынау бәрі тегін, просто бұл білім барлық жерде тегін, құнсыз тұрғаннан кейін адамның миы автоматически алды да оны құнсыздандырып тастады. Құнсыз білімді ми қабылдамайды негізінде көбіне. Сөйттік та білеміз, су ішу керек екенін білеміз, бірақ істемейміз, біз әрекет етпейміз, бұны амалға асырмаймыз. Өйткені менің миым бұны құнды деп есептемейді бұл ақпаратты. Ми құнды деп есептемеген ақпаратты әрекетке, амалға асырмайды. Я ертең бастаймын, я осыны ішу керек еді, негізші деп бастайсың, болды. Бірақ маңызды емес та ол нәрсе.